саламатсызбы? Мен есімім Жайнагүл. Кішкене пиарға қатысты емес сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі сайлау барысына қатысты бір мандатты депутаттардың осы пиар саласындағы азаматтарды жалдауы. Көп жағдайда мен журналистерді жалдап жатқанын көремін, бірақ журналистер пиарщик емес қой қоғамда, немесе коммуникатор емес. Бірақ біздің қоғамда, Қазақстанда шетте оқыған болашақ бағдарламасы бойынша халықаралық пиарды, ішкі коммуникацияны, стратегиялық пиарды, сіз секілді Гарвардта болсын, Вашингтонда болсын оқыған азаматтар көп, солар жалданып жатқан жоқ, және солардың потенциалы қоғамда пайдаланылып жатқан жоқ. Барлығы жапа-тармағай журналистерге жүгіреді. Бұл жерде қалай ертең күні сайлау процесіне түсетін саясаткерлерді осы салаға шақыруға болады, және кім көрінгенге, мысалы журналистерге ақша жаңағы төлемей-ақ шын мәніндегі нақ коммуникаторларға ақша төлеу қажеттігін қалыптастыратын қандай жобаларды қолға алуға болады, қалай айтып түсіндіру қажет, кімнің соңынан еру керектігін, профессионалы кім екенін айтып. Рахмет, өте қызық. Өткенде бір әріптестермен отырып осыны ақылдасқанбыз. Менің ойымша бұл салада сіз айтып отырған жағдайдың қалыптасуы, біріншіден біз үшін бұл жағдайдың жаңалық екендігі. Бізде ешқашан еркін саясат болып көрген жоқ әлі. Барлығы жоспарлы саясат, өте шектеулі, көп еркіндігі жоқ. Бірақ қазіргі қалыптасып келе жатқан жағдайда біз бір тұрақты саяси додалардың кезеңіне өтіп жатқан сияқтымыз. Соңғы 2 жыл бойы біз перманентті бір сайлау науқандарындамыз. Ары қарай егер қазір ауыл округтердің сайлауы, одан кейін аудан деңгейіндегі әкімдердің сайлауына өтетін болсақ, онда біз үнемі Қазақстанда тұрақты түрде бір сайлау додасы жүріп жатады. Осындай біз тұрақты сайлау науқандарының мәдениетіне көшкен уақытта бұл жерде сіз айтып отырған қызметтерге деген сұраныс өзімен өзі пайда болады. Бұл жерде тек пиар емес, сонымен бірге саяси консалтинг, программа қалай жазылуы тиіс, қазіргі уақытта не нәрсе шын мәнінде халыққа керек, одан кейін GR, сіз қазіргі үміткер, ертеңгі саясаткер ретінде шешім қабылдаушы ортамен қалай жұмыс істейсіз. Одан кейін фанрейзинг, ақшаны қалай табамыз, кімнен сұраймыз, қандай шарттарға келісеміз өзімізге сайлау компаниясына қаражат тарту үшін. Осының барлығы әлі басталмаған жұмыстар. Бірақ барлығы дүниеде, әлемде бар, орныққан технологиясы бар, әдістемесі бар, үлкен жұмыс бағыттары. Соның ішінде пиар бұл бір бағыттың біреуі ғана. Әрқайсысы өзінше маман талап етеді. Ол мамандардың барлығы осы ортада отыр. Ертең сол қызметтерді көрсете алатын. Бұл саяси ортаның бір жаңа форматқа көшіп, жаңа деңгейге өтіп, қазіргі біз ортасына қосылғымыз келетін ілгері қоғамдарда бар дүние. Ал енді сұраққа келетін болсақ, қайтсек біз осы процесті тездетеміз. Мен түсінгенім сол, тездету үшін жақсы кейстер керек. Мұна қазіргі болып жатқан жағдай, соның бір жақсы мүмкіндігі, мысалы, Республика партиясымен кім айланысып жатыр пиар тұрғысынан. Мен кеше байқап қалдым, бір поста Назым айланысып жатыр ғой деймін. Олай емес па? Мүмкін қателесетін шығармын. Бірақ осындай кейстер өте маңызды. Жас кәсіпкерлер саясатқа қызығушылық танытып кірді. Басқа, бірақ ол жігіттер бұл саланы ұйымдастыру үшін осындай тетіктерді іске қосу керек екендігін анық біледі. Бірақ енді олар кіммен қалай жұмыс істеп жатқандығын анықтауға болатын сияқты. Қысқасы, менің жауабым қазіргі науқанды пайдаланып, болатын науқандарды пайдаланып, жақсы кейстер шығатын болса, сол мысалдардың негізінде қалыптасатын бір орталықтар шығады. Саяси консалтингпен айланысатын, саяси пиармен айланысатын, GR-ды алып жүретін топтар қалыптасып, менің ойымша осының негізінде өзінше бір индустрия пайда болу керек. Бірақ бұл сөзсіз болашағы өте зор нәрсе. Қайырлы күн. Есім Сүйіндік Қабыл, Қазақстан қоғамдық даму институтынан. Лекцияңызға рахмет, өте маңызды деп ойлаймын. Және осы талдау мектебінде тыңдаған ең жақсы дәрістердің бірі.
Менің сұрағым келесідей, ол сарапшыларға сіз айтқандай өте көп сұрақтар қойылады. Ол журналистер тарапынан болсын, немесе бір шоуларда шыққанда басқа сарапшының тарапынан. Сол кезде кейде ыңғайсыз сұрақтар болады. Оны сіз қиын сұрақтар деп атадыңыз. Оған өте мықты дайындық керек. Біз көріп жүрген дүниеде қазір ондай сұрақтарға жауапты бұрмалап кетеді. Біздер көп жерде көреміз, бір сұрақты қоясың, бірақ ол сұраққа нақты жауап бермей, басқа жақта бұрап, көп сөйлеп, ақыры неден бастап, неден аяқталғанын білмей қаласың. Бұл да бір бәлкім тактика шығар, бәлкім бұл да дұрыс шығар. Қарап кірсек қазір нәтижесін беріп те жатқан сияқты, өйткені ол сарапшының құны түсіп кеткен жоқ, немесе ол мемлекеттік қызметкерді жұмыстан босатып, немесе басқа бір халықтың үлкен наразылығын тудырып жатқан жоқ. Енді ол тактиканы қолданғымыз келмесе, басқа қандай тәсілдер бәлкім ұсына аласыз? Рахмет. Өткенде бір Невзоровтың осыған байланысты бір интервьюін тыңдап отырмын, сонда оған да осы сұрақты қойып жатыр. Как отвечать на сложные вопросы? Отвечайте в сторону, отвечайте в бок. Зачем отвечать прямо на вопрос? Сіз айтып нәрсе, басқа жаққа қарай алып кетесің. Енді шамамыз жетеді, айландырып, басқа жаққа алып кетесің, мүмкін. Бірақ бұл сіздің маман ретіндегі және бірінші кезекте тұлға ретіндегі ұстанымдарыңызға жанаса ма, жоқ па? Кейбір адамдар солай жауап беруді жөн көреді. Олай ғып жауап беру барысында олар өздерімен өздері ешқандай конфликтіге келмейді. Егер олай болатын болса, қолданыңыздар. Тамаша. Бірақ менің ойымша біз енді бір, білмеймін, мүмкін аздап артық айтқан шығар, бірақ енді ілгері орта ретінде басқа бір стандарт қалыптастыра білуіміз керек. Тура қойылған сұраққа тура жауап берілу керек. Қоғамда, елдің арасында айтылып жатқан күмәнді сіз маман ретінде сейілте білуіңіз керек. Егер сізде ол сұрақтарға жауап жоқ болса, онда бірдеңе қате деген сөз. Жұмысыңыз қате, жобаңыз қате, басқаша оны фундаментал түрде жөндеуіңіз керек. Ал егер жасалған жұмыс қате, дұрыс жасалмай, сіз оны айналдырып, қалай жаңағы әйтеуір бір түсіндірудің амалымен жүретін болсаңыз, бұл кризис. Бұл жақсылыққа келмейді, бұл анық. Сондықтан осыны түсініп алу керек. Менің ұстанымым ашықтық, турашылдық, айтылған сұраққа, қойылған сұраққа нақты жауап бере білу керек. Егер жауап беруге қиналсаң, онда барып жағдай түзе. Қайтып келіп, содан кейін түсіндіріп айт. Жөндедік, түзедік, мынау былай деп. Ал енді егер өзіңіз тағы да айтам, адам ретінде, маман ретінде, тұлға ретінде, азамат ретінде жаңағы айналшақтап жауап беруге қиналмасаңыз, ол сізді ертең ұйқыңызды бұзбаса, көңіл күйіңізді бұзбаса, онда сөйтіп жүруге де болатын шығар. Саламатсыздар ма, әріптестер? Рауан Кенжеханұлы, үлкен рахмет. Бүгін дәрісіңіз өте қызықты өтіп жатыр. Менің есімім Гүлісхан. Саясаттанушы, президенттік жастар кадр резервінің мүшесі болып келем. Сізбен де білім саласында бірге жұмыс істеген болатынбыз. Енді менің сұрағым мынандай болып тұр. Сіз жаңа айтып жатсыз, қиын сұрақтарға былай в бок, да, нужно уходить деп, кетіп қалуға болады деп. Жақында ғана біздің белгілі журналист Динара Саджан айтқан болатын, осылай сұраққа нақты жауап бере алмайтын болса, мен оны қайтадан кесем де, қайтадан сұрақ қоям дейді. Ондай кезде мысалы қалай жауап беру керек? Мысалы нақты сұраққа нақты жауапты талап ететін журналистеріміз де бар, мысалы елімізде. Келесі сұрақ, мысалы сіз осы визуал туралы көп тәсілдер туралы айта кеттіңіз. Осы медиа саласында жоқ болсаңыз, ол нарықта жоқсыз деп айттыңыз. Сондықтан да бұл өте маңызды сала екені белгілі. Біз сарапшыларға әсіресе осы жас буындарына деп айтсақ болады. Сондықтан да қазіргі таңда еліміздегі саяси қызметкерлердің арасында өздері ресми түрде жүргізіп жатқан парақшаларында, Facebook болсын, Instagram болсын, кімдерді айта кете аласыз? Жақсы кейстерін айта кете аласыз, немесе теріс кейстерді айта кетсеңіз, сіздің ой пікіріңізбен естігіміз келіп тұр. Және де үшінші сұрақ, Рауан Кенжеханұлы, сіз ана Википедия туралы айттыңыз. Википедияны қазақ тілінде оны дамыту өте маңызды.
Енді ол жерге біздің белгілі саясаткерлеріміз, белгілі біздің қызметкерлеріміз, беделді азаматтарымыз қаншалықты олар соның арасында жүр осы Википедия парақшасында? Сол 3 сұрақ. Википедиядан бастайын. Кейде маған телефон соғады. Жаңағы мен бәлендеген кісінің көмекшісімін, немесе кейде өздері соғады, менің ана парақшамды жөндеп берші деп. Сосын түсіндіре бастаймыз. Википедия дүние жүзіндегі сондай бір ерекше платформа, оның редакциясы жоқ. Бізде қазақ тіліндегі Википедияның редакторы емеспіз. Мен кіріп біреудің мақаласын өз еркіммен енді жөндей аламын, бірақ ол менің жұмысым емес. Біздің негізгі жасаған жұмысымыз, мына Википедияны көтерген кезде біз өстіп аудиторияларды аралап, жаңағы идеяны айттық. Егер шын мәнінде қазақ тілінің жанашыры болсаңыз, өзіңізге таныс, өзіңіз білетін бір тақырып таңдап, соған мақала жазыңызшы. Не болмаса, соған жазылған мақаланы жөндеңіз. Күніне 15-20 минут қана уақытыңыз кетеді, кіріп, атаңыз, ауылыңыз, өзіңізге ұнайтын бір спорт туралы, басқа туралы, кез келген өзіңізге ұнайтын тақырыптың мақаласын дамытуға мүмкіндігіңіз бар. Сол арқылы көп нәрсені үйренесіз, және бұл да сіздің қазақ тілінің дамуына қосқан тікелей үлесіңіз деп. Сол идея көпшілікке ұнады. Оқу орындарындағы студенттер, оқушылар, ғалымдар кіріп, соны дамыта бастады. Википедиядағы ең үлкен мақалалар саны бойынша тіл бұл ағылшын тілі. 5 миллионның үстінде мақала бар. Бұл керемет көп. Сол 5 миллион мақаланы жазған аудитория 20 мың адам шамамен. 20 мың active editors дейді, белсенді редакторлар кіріп, тұрақты түрде. Белсенді редактор деген сөз айына кемінде 5 рет кіріп, мақала өңдейтін адам. Википедияға сонда айына 5 рет кіреді, бір мақала өңдейді. Сол белсенді редактор. Википедияның статистикасына кірген кезде көрсететін негізгі цифрлардың біреуі белсенді, бұл тілдегі белсенді адамдардың саны. Біз жұмысты қазақ тілінде бастаған кезде сондай белсенді редактордың саны 4 адам болатын. Қазақ тіліндегі бар мақаланың саны 7 мың болатын. 2 жылдың ішінде біз белсенді редакторлардың санын 500-ге жеткіздік. Мақала санын 200 мыңға жеткіздік. Бірақ біз отырып өзіміз мақала жазған жоқпыз. Біздің жасағанымыз Қазақстан ұлттық үлкен энциклопедиясының мақалаларының бәрін автоматты түрде праваларын алып, Википедияға көшірдік. Сол арқылы өте жақсы өсім алдық. Бірақ негізгі жұмыс бұл осындай аудиторияға барып, сарапшылармен, мамандармен жұмыс істеу. Осыны айта бастаймын жаңағы, менің мақаламды жөндеп бер деген кезде. Сіз өзіңіз кіріп, көмекшіңіз кіріп, пресс-секретарыңыз кіріп, ана мақаланы өңдей аласыз. Бірақ ішіндегі алдымен принциптерін, ережелерін қарап алыңыз. Кез келген сөйлем жаздыңыз ба? Мысалы, осындай адам жаңағы бәлен саладағы керемет маман, не болмаса эксперт деген сияқты бір мәлімдеме жасасақ, Википедиядағы мақалада, біз оған дәлел келтіруіміз керек. Сен оны қалай дәлелдейсің? Сілтеме қоясың. Осындай мақала шыққан, бәлен журнал, Forbes, жаңағы эксклюзив, әлде Егемен Қазақстанға сілтемесін қоясың, сол арқылы ол дәлелденеді. Осыны түсіндіру әлі күнге дейін кішкене күрделі, әсіресе мына үлкен саяси орта. Бәріне ең оңай нәрсе бұл қазақша Википедияға жауап рауан, соған телефон соғыңдар дейді. Осылай шешіледі деп ойлайды. Бірақ тағы да айтам, біз ешкімнің мақаласын өңдеп, жаңағы кіріп, оны жөндеумен, онымен айланыспаймыз. Бізге өте көп хабарласады. Облыстық әкімшіліктер, министрліктер, біздегі түрлі депутаттар менің мақалама осындай өңдеу керек деп. Сондықтан сіздің сұрағыңызға жауап барған сайын оның маңызды екендігін, оның қажет екендігін бәрі түсініп жатыр. Бірақ жетпей жатқан нәрсе бұл оның қалай жасалатындығы туралы түсінік. Шын мәнінде ұйым туралы мекеме, мысалы Астана Хабтың енді пиарына немесе пресс-службасында жұмыс істейтін бір адам болса да бар шығар. Сол кісінің негізгі жұмыстарының біреуі сол Астана Хаб жайлы ақпаратты ұдайы Википедиядағы мақаласына кіріп, жасап, өңдеп отыру. Ол сондай күрделі емес. Өзінің ережелері бар. Бірақ кез келген өңдеудің артында тағы да сол тілдегі Википедияға жауапты қауымдастық бар, комьюнити. Әрбір өңдеуді солар растайды. Я келісеміз, бұны жариялауға болады деп. Немесе жоқ, біз онымен келіспейміз, дәлелі жеткіліксіз, не болмаса айтылған нәрсе шындыққа жанаспайды деп тоқтатуы мүмкін.
кейде редакциялық соғыстар басталып кетеді. Ондай да ұғымдар бар. Editorial war дейді. Мысалы, Армения мен Әзербайжан арасындағы даулы мәселеге байланысты екі жақ Википедиядағы орыс тілді мақаланы тоқтамай редакциялаған. Әрқайсысы өзіне тартып. Содан кейін сол тілдегі администратор кіріп, белгілі бір нейтралды форматқа алып келіп, сосын тоқтатады. Енді өңдемейміз. Жаңа фактілер пайда болғанша. Фактілерді бірақ екі жақ дәлелдеу керек болады. Сөйтіп, редакциялық соғыстарда осындай әдістермен тоқтатылып жатады. Басқа сұрақ, жаңа қойылған ыңғайсыз сұрақтарға байланысты. Жаңа енді айтуға тырыстым, бұл жерде егер шында да қойылуы мүмкін ыңғайсыз сұрақ болатын болса, ең дұрысы менің ойымша шын жауап беру. Бұл сізді ертең ықтимал қиындықтардан қорғайтын жалғыз ғана амал. Өтірік айту, айналдырып сөйлеу, одан да бетер қиындату, бір артық детальдарға кету, бұның барлық жағдай тек қиындата береді. Егер сұраққа қойылған жауап қосымша сұрақтар тудырса, ол жауап емес менің ойымша. Сізге сұраққа нақты жауап беріп тоқтату керек. Одан кейін қалай болғанда да саналы аудитория шын берілген жауапты қабылдайды. Жағдай осындай. Қалай қиын болса да мен ұстанымым осындай. Ал енді жаңа айттым ғой, жағдай шында да сондай мүшкіл болса, қойылатын сұрақ шында да сізді өте қиын жағдайға қойып тұрса, онда проблеманың өзін жөндеу керек. Мәселе сұрақ қоюшыда немесе берілген сұрақта емес қой, мәселе сол сұрақтың мазмұнында. Яғни сіздің жасаған бір қатеңіз бар. Сол қатені жөндеумен айланысу, содан кейін қайтып келуге болатын шығар. Білмеймін, енді жауап бере алдым ба, әр жағдай өзінше ерекше, сөзсіз. Ал енді жаңағы Динара Сатшаның мысалын айтып жатсыздар, менің ойымша сондай кезілген интервью алуға шақырған адамының өмірбаянын, жұмыстарын, жобаларын терең зерттеп, қиын сұрақтар, ыңғайсыз сұрақтар қойылатын журналистер көбейген сайын қоғам сауығады. Бізде ондай журналистер көп емес әлі. Ол өкінішті. Кейде маман ретінде, сарапшы ретінде бір жерге барамыз, бірақ журналистер сондай дайындықсыз келеді. Бір қойған сұрақты саған 40 рет қояды, байландырып келіп. Не болмаса, осыған дейін 20 рет айтқан мәселеңді қайтадан сұрайды. Немесе сен бір айтайын деп отырған ойыңды ашуға, немесе оны жеткізуге мүмкіндік бермейді, қарның ашады. Ол ұлттық телеарнаның, не болмаса үлкен республикалық газеттің білдей журналисті. Бізге қоғам ретінде ілгерілеу үшін ашықтықты, шыншылдықты, одан кейін жобалардың сараптаманың сапасын деңгейін көтеру үшін осы медиадағы мамандардың деңгейі өсуі өте маңызды. Тағы бір сұрақ қойдыңыз ортасына. Кейстерге байланысты. Әрине, Ерлан Қайрен мырзаның жасап жүрген посттары, одан кейін түрлі-түрлі кең ауқымды тақырыптармен қызығатындығы, тұлға ретінде де, қызметкер ретінде де, қайраткер ретінде де, спортсмен ретінде де, әке ретінде де жасап жатқан бір мысалы. Бұл шынында да қызығуға, таңырқауға тұратын нәрсе деп ойлаймын. Содан кейін енді сондай белсенділік болғаннан кейін хейтерлер де жеткілікті енді көріп жүрсіздер. Ол да бір жақсы мысал, соларға қарсы тұру, қорықпау. Керісінше ол да бір, егер Ерлан Қайрен мырза сияқты тұлғалар болмаса, онда өте көп сарапшыларға айтатын, комментарий жасайтын тақырып болмай қалар еді. Жақсы, сондай жақсы, өте жақсы кейс менің ойымша, әсіресе өте жоғарғы жаңа лауазымды тұлғаның сондай бір мысалдары өте жақсы. Сарапшылардың ішінде енді Рахым Ошақбаев досымыз сондай бір таза жаңа медианың күшімен сарапшы ретінде танылып, орнығып, таратып жатқан пікірлерін. Басқа, мен енді
медиада содан кейін әсіресе әлеуметтік желіде өзімді белсендімін деп айта алмаймын. Енді ғана келіп жатырмыз. Онда да кризистер арқылы. Өйткені біз ойлаймыз, мына көрсеткен жобалардың барлығын адамдар біледі деп. Бірақ шын мәнінде көп адам білмейді екен жасалған дүниені. Әр жоба кезінде бір болады, біз көп айтып сол туралы насихаттап, пресс-конференциялар беріп сөйтеміз. Сосын ойлаймыз, болды, бәрі естіді, бәріне жетті деп. Ал енді Википедияның өзіне біз осы нәрсені қанша рет айттық, бірақ көп адам білмейтін, естімейтін болып шығады. Сондықтан соның бәрін қайтадан айтып таратып жатырмыз. Менде жаңағы маған бір қызығатын аудиторияда соншалықты көп емес, бір 5000-дай шығар. Бірақ оны мен жоспарлы түрде, мақсат түрде көбейтіп, оған бір соншалықты көп инвестиция салып көрген жоқпын. Сондықтан бұл салада үлкен маман емеспін. Мен жинақтаған дүниемді бір қорытып, таныстыруға тырыстым. Менің ойымша 100 мыңдаған аудиториясы бар адамдарды бөлек шақырып, олармен жеке сөйлесу керек сіздерге. Рахмет. Саламатсыз ба? Эльмира Отар, әлеуметтанушы. Арман Кенжеханұлы, сізді тыңдап отырып, екі мәселе есіме түсті. Жаңа журналист мен сарапшы арасына қарым-қатынас туралы, win-win. Мынандай жағдайлар болып жатады, журналист пен сарапшы кездеседі. Сол мәселе төңірегінде сарапшыдан мәліметтер жинақталынады, сосын уақыт айтылады, осындай күні көрсетіледі бағдарлама деп. Бағдарламаны қараған кезде бүкіл журналисттің айтқан мәліметі сол сарапшының мәліметі болып шығады да, я жоқ деген сөздер ғана алынып, сарапшыны эфирге солай ғана қосады, бөліп алып. Осындай жағдайда қандай қалай әрекет жасаған дұрыс? Жалпы журналистикада плагиат мәселесі бар ма? Сосын екінші мәселе, байқап отырған, әсіресе тікелей эфирлерде өте қиыншылыққа ұшыраймыз. Әлеуметтанушымын, журналистердің көбісі әлеуметтанушы, психолог айырмашылығын білмейді. Әлеуметтанушы, әлеуметтік жұмыскер айырмашылығын білмейді. Сол кезде тікелей эфирлерде, әсіресе радиоларда, телевиденияларда қойылған сұрақтарынан ол жерде айта алмайсың ғой. Сіз психология мен социологияның айырмашылығын білмейді екенсіз, мен бұған қалай жауап беремін, не дейін енді бұған деген сияқты. Шығу керек болады, неше түрлі жағынан. Өзіңнің психологиядан білетін жағыңды, әлеуметтік психологиядан жағынан ақпараттарды ойластырып әйтеуір шығасың. Осындай кездерге сіздің пікіріңіз. Рахмет. Жаңа соны бір ақырындап шетін шығардық. Шында да мен өзім де журналистпін, сондықтан айтуыма болады деп ойлаймын. Өкінішке қарай журналистердің ортасында дайындықтың төмендігі өте көп. Оның үстіне мүмкін оқу орындарымен де жұмыс істеу керек шығар. Кейде жаңағыдей мүлде өрескел болған кезде айтуға тура келеді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Әсіресе көпшіліктің алдында кейбір нәрсені айтпаса болмайды. Егер социология мен психологияны шатастырып тұрса, тура солай қылып сол жерде менің ойымша айтқанның айыбы жоқ. Өйткені ол адамды сол эфирге қойып отырған адамның да жауапкершілігі бар. Бас редактордың, сол каналдың басшысының деген сияқты. Кейбір дүниелерді көп адамдар маңдайына тимей түсінбейді, жөндемейді. Ол да өте өкінішті. Осылай болуы керек, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлайды. Сондықтан бұл сізбен біздің, немесе сізбен ол журналистің ғана мәселесі емес, бұл қоғамға зиян тигізетін нәрсе. Қаншама адам соны көріп отыр, тыңдап отыр, мемлекеттің қаншама ресурсы сол хабар жасауға кетіп жатыр. Сондықтан бұл жерде тек қана өзімізде емес, жалпы біз енді қоғам ретінде, ел ретінде қайда бара жатырмыз? Әрбір айтылған, жасалған дүние мейлінше пайдалы болу керек. Сондықтан ол жерде ешқандай тартынбай, менің ойымша сәті келсе, реті келіп тұрса айтқан дұрыс. Журналистикадағы плагиат әрине бар. Сондықтан да бұл жерде сіздің сол журналистпен қарым-қатынас құру, онымен бір жаңағы өзіңізге керек нәрсені еркін айта алатындай жағдайға түсу, жаңағы содан бастадық, журналистке құрмет. Егер сізде ол журналистпен ертең емін-еркін телефонды алып қалың қалай, ана жағдайға мен келіспеймін, былай жасапсың деп айтуға мүмкіндігің болмаса,
онда ол журналист ойына келгенін жасайды. Сізбен ақылдаспайды да, сөйлеспейді де. Өйткені оның адам ретінде, маман ретінде сіздің алдыңызда ешқандай жауапкершілігі жоқ. Сіз келдіңіз, дұрыстап амандасқан да жоқпыз, отырдық та 15 минут сөйлестік, ол өз жайымен кетті, сіз өз жайымен кеттіңіз. Бұндай жағдайда ол маман ретінде, егер аздап кішкене журналист ретінде кішкентай ғана шеберлігі болса, әрине ол сіз айтқан нәрсенің барлығының өзінің сөзі ретінде пайдаланып, маманы журналист ретінде жақсы көрінгісі келеді. Оны өз мүддесі тұрғысынан түсінуге болады. Ол басқаша не істей алады. Тура сол тақырыпқа қатысты оның экспертизасы сіздікі де емес, болуы мүмкін де емес. Ал енді сөзінің барлығын менің сөзім, авторлың сөзі ретінде пайдаланып кетіп жатса, бұл журналистік этикаға жатпайды шын мәнінде. Турасын айтқан кезде ол мынау кісінің айтуы бойынша немесе сарапшының пікірінше деп айтуға міндетті. Бұл жағдайда таза адами қарым-қатынастар ойнайды. Егер мысалы мен журналист ретінде бір адаммен сөйлесіп, ол адам маған сенгенін сезсем, ол адам менің алдымда ашылғандығын сезсем, ол кісі менің жасаған жұмыстарымды осыған дейін естіп, көріп, Рауан өткендегі интервьюіңді көрдім, тамаша болды. Мен мәз болып қалам. Ол адамның алдында менде де бір жауапкершілік пайда болады. Материалы шыққаннан кейін міндетті түрде не ол, мен оған хабарласам, қалай дұрыс болды ма, ұнады ма, жоқ па деген сияқты. Осындай бір таза адами қарым-қатынас қалыптастыру өте керек. Егер сол саладағы жүрген маңызды беделді журналист болса, тіпті тамаша, тұрақты байланыс болғаны сізге де пайдалы, одан кейін жаңағыдай нәрсеге мүмкіндік бермейді. Емін-еркін ойнатып кетуге. Басқа малдарын айту қиын, журналистикамен, медиамен араздасуға болмайды, шағым айтуға болмайды, соттасуға мүлде болмайды. Одан бірде-бір адам, бірде-бір эксперт ешқашан ұтып көрген жоқ. Сол себепті бұл таза осындай қарым-қатынас, этика, бір құрмет, сондай формат болу керек шығар.